Қазақ неліктен күйеу балаға төс тартады? Төс сыбағаның салмағы мол, көнеден келе жатқан қазақтың танымдық, философиялық дүниелеріне таңғалмасқа шараң жоқ. Олардың барлығы ғылыми дәлелденген. Салт дәстүрдің, ырым-тыйымның қай-қайсысы болса да тұнған ілім. Әрбір ел мен ұлттың өзіндік наным сенімі секілді, қазақтар ойлау жүйесі мен дүние танымы жағынан басқалардан ерекшеленіп, дана халық деген атауға бекер ие болмаған. Себебі олар ой мен ісін философиялық тұжырыммен астастырып, табиғатпен үйлестіре білген. Қонақжайлығы соншалық алыстан арып ашып келген кез келген жолаушыға қымыз бен қымыран ұсынған. Бұл сусындар шөлдегеннің құмарын қандырып, қуантатын да қасиетке ие. Оның құнарының мықтылығын ерекше түсінгендіктен, көшпелі халықтың дастархан мәзірінен жыл бойы үзілмеген. Сол себепті де күйесі ұрады деп ақты төкпеген, төлді теппеген. Қырықтың бірі қыдыр деп қонақ күту рәсіміне ерекше мән беріп, асты дайындау мен ұсынуда қазақы мәдениетті ұстанған. Мәселен, ел ішінде қойдың әр мүшесіне байланысты қызықты әңгімелер кең тараған. Мал сойылып, асылған етті таратуға да ерекше мән берген. Ет мүшелері мен жіліктерін белгілі бір адамға ұсынуда шынайы сыйластықтың белгісі. Жастарға тәлім-тәрбие беру және бағыт-бағдар көрсету үшін жасалған. Сондай рәсімдердің бірі күйеу балаға қойдың төсін тарту. Бірақ не себепті желік емес, төс ұсынатынын көбі біле бермейді. Жалпы қойдың құйрық майы кез келген суықты сылып түсіретінін және жесе ұзақ уақыт бойы тоқ қылатынын ата-бабаларымыз әу бастан сезгендей, қабырғамен түйіскен төстің майлы етін ерлерге қуат беретінін білген. Сондықтан оның астарында қайын жұртқа келген күйеуге құрметпен 2 жас тездетіп нәресте сүйсін деген ниет жатса керек. Қазақ халық ертегісіндегі ертөсті кейіпкерін білмейтіндер кемде-кем. Аңыз желісі бойынша ерте заманда Ерназар деген бай болыпты. Оның жер қайыстырар малын жұт 8 ұлы алыс жайлауға айдап кетіпті. Бір қыстық асығын сайлап қалған кемпір шал жұртта қалады. Айлар мен жылдар өтсе де ұлдары оралмайды. Азығы таусылған қос қария әлдері құрып, ашықтан әлсіреп жатқанда шалдың назары шаңырақтың күлдіреуішінде керулі тұрған кер биенің төсіне түседі. Оны асып жеген Ерназар мен кемпірі ажалдан аман қалады. Көп ұзамай кемпірі жүкті болады. Шекесі торсықтай ұлдың атын төстік қояды. Бұл қазақ халқының қиялынан туған туынды болғанымен астарында үлкен мән жатыр. Бір қызығы, Әзірбайжанның ұлттық асының бірі суда қайнатқан төс. Олар сорпаға көк жуа, бұрыш, аскөк, ақ желкен салып дайындайды екен. Дәмі тіл үйіреді. Ал біздегі күйеуге төс тарту кәдесі атадан балаға маңызын жоймай келе жатқан үлгілі үрдіске айналып отыр. Көпті көрген ардагер ұстаз Қадырбек Бекетов тарихқа көз жүгіртіп, Есім ханның қалмақтармен соғысында әскерді азықпен қамтамасыз ететін жомарт сарбаз қатарына қосылуға ниет білдіргенде, Есім хан жарайды. Соғыстың артқы шебін берсем, артыңа кір келтіремін. Ортасында өзім жүремін. Не де болса алдыңғы шебін берейін деген екен. Жомарт әскердің басындағы жігіттерге тек төстен дайындалған ас беріп отырған. Осылайша Есім хан жеңіске жетіпті-мыс деген деректі алға тартты. Бұдан шығатын қорытынды, күйеу жігітке берілетін төс сыбаға қадірлі ас. Көнеден жеткен жоралғы бойынша төс қуат көзі болып саналады. Қажетіңізге жарасын.